Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дамский пальчигінің рецептімен бөліскім келеді. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен табамызға маргаринді салып, оның үстіне бөлме температурасындағы суды құямыз. Орташа отта маргаринді ерітіп алуымыз қажет. Дәміне қарай қант пен тұзды қосып саламыз. Қант қосу міндетті емес. Егер қамырының дәмді болғанын қаласаңыздар, өз қалауларыңызша қантты қоссаңыздар болады. Осылай орташа отта біз маргаринімізді ерітіп аламыз. Біздің суымыз қайнаған уақытта табаны оттан алып, оның үстіне електен өткізіліп алдын ала дайындалған ұнымызды салып қоямыз. Мен ұнды електен өткізіп дайындап қойдым. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымызды қамырға айналған уақытта қайтадан отқа қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді осы қамырдағы суды кетіру үшін 1-2 минутқа орта отта осылай ұстайтын боламыз. Жақсылап араластырып отыруымыз қажет. Міне менің қамырым дайын болды. Отты өшіріп қойдым. Енді қамырымыз суыған соң, оның үстіне жұмыртқаны бір-бірден салатын боламын. Жұмыртқаны осылай жақсылап араластыруымыз қажет. Міне мен соңғы жұмыртқамды қостым. Бұл 5-ші жұмыртқа болатын. Енді менің қамырым дайын болып қалуы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Табамызды алдын ала майлап дайындап қоюымыз қажет. Енді кондитерлік қапшыққа қамырды салып, эклер жасайтын боламыз. Мендегі насадка Вупипай тортының насадкасы. Біздің эклерлеріміздің арасын қатты жақындатудың қажеті жоқ. Себебі эклерлеріміз біздің піскен кезде олар өздері де көлемді болып пісетін болады. Міне осы эклерді енді 190 градуста 15-20 минутта пеште пісіріп аламыз. Міне біздің эклеріміз 20 минутта пісіп шықты. Енді осы торттың біз кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ пен дәміне қарай шекер, немесе сахарная пудра, немесе сгущенка қоссаңыздар болады. Мен сгущенка қостым. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді осы кремнің ішіне эклерді салып жақсылап араластырып алып, оны формада жинақтайтын боламыз.
Осылай тортымызды жақсылап жанақтап аламыз. Енді қалған кремін тортымыздың бетіне құятын боламыз. Креміміз сұйық болып кеткендіктен біз оның жарты бөлігін алып тоңазытқышқа 1-2 сағатқа жібереміз, қоюландыру үшін. Міне біздің креміміз тоңазытқышта қоюланды. Енді оны алып тортымыздың бетіне осылай құятын боламыз. Тортымыздың үстіне осылай кремнің барлығын салып болған соң, оның үстіне какаоны сеуіп әрлеп шығатын боламыз. Біздің тортымыз толықтай дайын болу үшін 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Какаоны толықтай тортымыздың үстіне сеуіп шықтық. Енді тортымыз дайын болу үшін оны тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Міне қыздар, біздің тортымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!